сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз нақты сандар мен түзу нүктелерінің сәйкестігі. Ал бүгінгі біздің мақсатымыз нақты сандар мен түзу нүктелер арасындағы байланысты түсіну. Ал кеттік, бастайық. Бізде бүгінгі жалпы кіріспеміз. Бүгін біз нақты сандар мен түзу нүктелердің сәйкестігін үйренетін боламыз. Яғни әр санды түзуде нүкте ретінде көрсету жолын қарастырамыз. Ал кеттік, бастайық. Бізде түзу және нүкте дейді. Бірінші бізде түзу дегеніміз не? Түзу дегеніміз бізде екі жағы шексіз созылады. Мысалға, былай түзу салайық. Мына беті де шексіз кетеді, мына беті де шексіз кете береді. Мысалға А, Б, С нүктелерін белгілейік. Мысалға А мына жерде жатыр, Б нүктесі мына жерде жатыр, С нүктесі мына жерде жатыр. Осылай белгіленеді. Енді сызғыштағы нүктелер сияқты, бірақ ол шексіз жалғасады дейді. Демек, бізде мысалға сызғыш бізде шектелсе былай, а бізде бұл түзу шексіз кете береді. Бізде бір нүкте, мысалы, 0 деп белгіленсін. Ал кеттік, тағы да түзу салайық. Мына біздің түзуіміз. Енді осы жерде бізде бір нүкте белгілейік, О деп. И сәйкесінше біз сандармен оны 0 деп алайық. Енді бізде осы О нүктесінің оң жағы бізде оң сандар, оң бағытқа мысалға мына жаққа белгілесек 1, 2, 3 деген секілді. Ал бізде сол жағы керісінше теріс сандар болады. Сәйкесінше -1, -2, -3 осылай кете береді. Каждый аралық, мысалға мына аралық бізде бір бірлік болып есептелінеді. Ал ары қарай бірлік кесінді дейді. Жаңағыдай салып өткеніміздей, бізде мысалға 10 нүктесі бар, 0 мен мына жер бізде 1 болса, осының арасы бізде бірлік болып есептелінеді. Демек былай арасы 0,1, 0,2 сияқты кете береді. Сонда бізде мысалға 0,5 салайық, 2-ден 1, 0,5. Оны біз қалай саламыз? Үлкенірек қалайық. Мысалы бізде 0 мен мына жерді 1 деп алайық. 0,5, значит бізде 0 мен 1 санының тура центрінде орналасқан. 0 деген нүкте мен 1 деген нүктенің дәл ортасын таңдаймыз. Осы жер бізде 0,5 болады. Осылай 0,5 санын осы түзуде белгілейтін боламыз. Келесі жалғастырайық. Бізде нақты сандар. Бізде сандардан бүтін сандар, бөлшек сандар, иррационал сандар бар. Енді бізде соның барлығын түзудің бойында белгілеу керек боламыз. Біз бағаналы бері бүтін сандар белгіледік. 1, -1 деген сияқты. Енді біз бөлшек сандар белгілеп көрейік. Мысалы жаңа 0-ден 5-ті алдық. Сәл күрделі мысалға 4-тен 1. Демек 0,125. Ол бізде сәйкесінше 0 мен 1-дің 4-тен 1 бөлігі. Оны қалай алсақ болады? Бірінші біз 0 мен 1-дің жартысын алайық, мына жер. Бұл бізде 0-ден 5. Енді бізде тура осының жартысы 0,125 болады. Демек ол осы екеуінің ортасы. И сәйкесінше тура осылай 0,125-ті белгілейтін боламыз. Ал мысалға пи әрпін белгілеп көрейік, иррационал сан. Бізде пи әрпін білеміз. Ол бізде 3,114 деп қарастырамыз, бірақ негізінде пи саны бізде шексіз кете береді. Ары қарай көптеген сандар бар. Оны қалай белгілейміз? Оны былай істесек болады. Мысалға бұл жерде 0. 3,114 болса, ол значит бізде 3 пен 4 санның арасында жатыр. Бірінші 3 санын белгілеп алайық. 3, енді мына жерден 4 санын белгілейік. Енді кеттік. 3,114. Бірінші оның бөліктерге бөліп алайық. Мысалы, R1 дейік. Ол бізде 3,1, R2 бізде 3,114, R3 3,114, мысалға арай кете берсін. Енді біз 3,1 дейді. Демек, ол 3 пен 4-дің арасын 10 бөлікке бөлеміз. Сол 10 бөліктің ең алғашқы біріншісі. Примерно мына жер 3 пен 4-ті 10 бөлікке бөлген кезде, демек мына жер бізде 3,1 болады. Енді ары қарай 3,114-ті табу үшін тағы да осылай 3,1 мен 3-тің арасын 10 бөлікке бөлеміз. Соның төртіншісі. Ол мысалы примерно осылай. Осылай жақындата берсек бізде пи санына жақындай береміз. Пи саны шексіз болғандықтан біз оған ешқашан жетпейміз, бірақ осылай аралықтарды қою арқылы біз пи санына максимально жақындай береміз. Ары қарай енді түбір сандар, мысалы иррационал сандарды қалай белгілесек болады? Түбір асты 2, түбір асты 3, түбір асты 4 деген сандар. Мысалға біз бәріміз білеміз. Мысалы А мен Б-ны біз бірлік деп қарастырайық. Бір бірлік. Ал мына үшбұрышқа қарасаңыздар, мына жағы бір бірлік деп алайық, мына жағын бір бірлік деп алайық. Енді бізге мынаның ұзындығын табу керек. Оны қалай табамыз? Бәріміз білетін Пифагор теоремасы арқылы 1-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты тең болады осы, мысалға А дейік, А-ның квадратына. Сонда А-ның квадраты тең 2, А тең, сәйкесінше түбір асты 2-ге тең болады.
Сонда бізде мына қабырға түбірасты 2-ге тең екен. Тура солай ары қарай кете береді. Мысалы мына жерде бір бірлік болсақ, мынаны b деп алсақ, бұмыз сонда бізде түбірасты 2-нің квадраты қосылған 1-дің квадраты, сосын төрден саламыз, түбірасты 3. Осылай кете береді. Енді бұл бізде түзуге салған кезде қалай көмектеседі? Мысалы кеттік алайық. Түзуді салайық. Так, 10 нүктесін белгілейік, 0. Енді бір бірлік. Мына жерге бір бірлік салайық. Енді тура осылай үстіге де бір бірлік салайық. Так, мына жерде бір бірлік. Енді жаңа біз түбірасты 2-ні қалай таптық? Пифагор теоремасы арқылы, тура солай үшкір саламыз. Сонда бізде мына қабырғасы түбірасты 2-ге тең болады. Енді бізде мына жақта түбірасты 2-ні қалай табамыз? Мына жерде 2 деп алайық. Бізде тура мына нүктеге, бұл жағдайда бізге циркульдің көмегі керек болады. Циркульдің ұшын мына нүктеге қойып, екінші ұшын мына нүктеге қойып, тура былай түсірсек, мысалы, шеңбер болып түседі. Сонда бізде түбірасты 2 мына түзудің мына нүктесіне қиылысады. Демек, түбірасты 2 нүктесі бізде осы нүкте болып табылады. Так, ары қарай. Кеттік ары қарай, сан оси дейді. Бізде мысалы мынау L түзу ғой. L оси нүктелері мен барлық нақты сандар жиынының арасында бізде өзара бір мәнді сәйкестік орнатылады. Яғни бізде кез келген нүктеге тек кез келген нақты санға L түзуден тек бір ғана нүкте болады. Мысалға 0 нүктесі 0 санында бізде тек қана бір ғана нүкте болады түзуден. Мысалы 1 санына бізде бір ғана нүкте. Бізде артық нүкте белгілей алмаймыз. Солай осылай алған L түзуінің саны оси деп айтылады. Келесі бізде мысалға осы сан осіндегі А нүктесі және Б нүктелерінің ара қашықтығын қалай табуды үйретейін. Бізде мына жақта беріліп тұр формуласы. Демек бізде екі мысалы нүкте белгілесек, А мен Б түзудің бойынан. Осы екеуінің ара қашықтығын табу үшін бізде осы А мен Б нүктелер қай бірліктерге сәйкес келіп тұр. Мысалы мынау А бірлігінде, мынау Б бірлігінде жатса, ұзындығын табу үшін біз не істейміз? Осының бірліктерін модульға салып бір-бірінен азайтамыз. Так, мысал алып көрейік. Мысалы бізде А бізде мысалға 2 бірлікте жатсын, ал Б бізде сәйкесінше 5 бірлікте жатсын. Енді бізде осы А мен Б нүктесінің ара қашықтығын табу үшін не істейміз? Жаңағы айтып өткендей формуладағыдай бірліктерін бір-бірінен азайтамыз. Мысалы Б-ның бірлігі 5 азайтамыз, А-ның бірлігі 2. Бізде сонда 3 шығады, модульден 3 шығады. Так, разница жоқ. Керісінше азайтсақ та тура бізде сол шығады. Мысалы бірінші А-дан Б-ны азайтсақ та -3, модульден 3 шығады. Сонда бізде А мен Б нүктесінің ара қашықтығы 3 бірлікке тең болады. Бір мысал қарастырайық ара қашықтықты табуға. Бізде мысалға А -3 бірлікте жатыр, және Б бізде 0,5 бірлікте нүктелердің ара қашықтығын табу керек екен. Кеттік. Табайық. Біз бірінші түзуді салып аламыз. А-ны белгілейік. Мына жер мысалға 0 болса, А бізде -3. Жаңағыдай таңбасы теріс болса, ол бізде сол бағытқа қарай кетеді. Сол бағыт бізде А -3-ге тең, а Б бізде 0,5. Ол оң сан болғандықтан оны оң бағытқа саламыз. 0,5. Ол бізде Б нүктесі. Енді бізге осы екі нүктенің ара қашықтығын табу керек. Не істейміз? Бірліктерін бір-бірінен азайтып модульға саламыз. Так, бізде А -3-ге тең, азайтамыз. Б бізде 0,5-ге тең. Сонда бізде -3, -0,5, ол бізде -3,5-ге тең болады. Модульден бізде оң сан шығады әрдайым. Демек бізде ұзындығы 3,5-ге тең екен. Сәйкесінше керісінше азайтсақ та мысалға көрейік. Бірінші Б-дан, сосын А-дан азайтамыз. Кеттік. Бірінші 0,5 салайық. Азайтамыз -3. Сонда бізде мынау минус пен мынау минус қосылады да плюсті береді. 0,5 қосылған 3 тең. Модульдің ішінде 3,5 и сәйкесінше 3,5 шығады. Осылай бізде екі нүктенің ара қашықтығын қалай табу керек екенін білеміз. Так, солай бізде оқушылар қорытындай кетейік сабақты. Бүгін біз сабақта не үйрендік? Біз әр нақты санға түзуде бір ғана нүкте сәйкес келетінін үйрендік. Және де бізде сол түзудің орталығы, значит, О әрпі бізде 0 болады. Ол всегда орталық нүкте. Ары қарай бізде теріс сандар үнемі сол жақта, ал оң сандар үнемі оң жақта болады. Осыны естен шығармайық. Соңғысы бізде бірлік кесінде барлық сандардың орнын анықтайды. Жаңағыдай, мысалға, бөлшек сан болсын, оны екі бүтін сандардың арасына алып, соның арасына былай анықтай аламыз. Осылай біздің сабақ аяқталды. Так, енді оқушылар сіздерге тапсырма, бізде қайталау сұрақтары. Так, бірінші сұрақ бізде координаталық түзу дегеніміз не? Осы жауаптарды комментарийға жаза кетіңіздер, мен тексеретін боламын.
Келесі бізде сұрақ. Бірлік кесінді бізге не үшін керек? Келесі сұрақ бізде О нүктесі қайда орналасқан? Түзудің қай жерінде орналасады? Келесі сұрақ бізде неліктен әр санға бір ғана нүктесі сәйкес келеді? Осы 4 сұраққа комментарийде жауап жаза кетіңіздер. Ал оқушылар сау болыңыздар. Осы біздің арнаға тіркеле кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.